Неліктен барлығы шырақ онлайн ұбыту орталығын таңдайды? Себебі ол жерде ең үздік мұғалімдер болған соң ба? Мүмкін ерекше түсіндіру методикасы үшін бе? Әлде бәлкім ыңғайлы формат үшін? Бұның барлығы да шындық. Бар болғаны 4 ай ішінде ұбытуға толық 100% дайын болғың келсе, ең үздік шырақ онлайн орталығына дәл қазір жазыл. Біз сені күтеміз. Сәлем достар, менің аты жөнім Мейрамхамбетова Меруерт, Ахметжан қызы. Мен информатика пәнінің мұғалімімін және Шырақ академиясының тренерлерінің бірі боламын. Егер өзім жайлы біраз ақпарат беріп өтсем, мен педагогика ғылымдарының магистрі, цифрлық сауаттылық оқулығының авторы, педагогикалық шеберлік орталығының тренерімін, және осы салада жұмыс жасап жүргеніме 10 жыл болды. Және ең соңғы жетістіктерімнің бірі ол білім сапасын 100% көрсеткішпен былтырғы оқу жылын аяқтадым. Бұл мен үшін үлкен жетістіктердің бірі. Әрине жасыратыны жоқ, ол дарынды балалармен жасалған жұмыс болатын. Дегенмен біз әріптестерімізбен ақылдаса келе еліміздің түкпір-түкпіріндегі балаларға неге осындай қолжетімді курс жасамасқа деген ой келді. Осы курс аясында мен өзімнің видео сабақтарымды ұсынатын боламын сіздерге. Ол видео сабақтар қысқа әрі нұсқа, тек қана керекті ақпарат беріледі және артық ақпараттар болмайды. Сондықтан өте оңай, жеңіл түрде түсіндіріледі. Сондықтан сіздерді осы курсқа шақырамын. Ал бүгін біз не істейміз? Бүгін біз информатика пәнінен жаңа форматтағы ЕНТ ОБТ сұрақтарын талдайтын боламыз. Олай болса кеттік. Бірінші сұрақ компьютер жады құрылғысы. Жады дегеніміз ол белгілі бір ақпаратты сақтауға арналған құрылғы болып табылады. Сондықтан әріптестер, балақайлар, мен сіздерді осы кілттік сөздермен жұмыс жасауға шақырамын. Жады белгілі бір ақпаратты сақтайды, соны сақтауға арналған құрылғы десек, осы Б вариантын дұрыс деп белгілеуімізге болады. Кілттік сөздерді іздейміз сұрақтың ішінен де, жауаптың ішінен де. Жалпы өзінің сұрақтарға, теориялық сұрақтарға жауап беру және есептерге қалай талдау жасау, енді оның өзінің техникалары бар. Сабақ барысында біз оларды толықтай тереңірек таныстыратын боламыз. Екінші сұрақта желіде жіберілген ақпарат көлемі бұл енді бізде бірінші жауап болады. В тең Q көбейтуді, енді оқулықтардан сіздер көрген боларсыздар. Q дегеніміз пропускная способность, Т дегеніміз уақыт. Сол белгілі бір уақыт аралығында уақыт, әдетте секундпен өлшенеді, оны білесіздер. Осы формуламен өлшенеді. Сыртқы жад түрі бейне жады, жедел жад, флеш жад, тұрақты жады. Сіздер білесіздер. Бұл жерде үшінші вариант дұрыс болып есептеледі. Тұрақты жад дегеніміз ол ROM, ішкі жадқа жатады, жедел жад RAM, ол да ішкі жадқа жатады. Бейне жад, видеокарта. Жедел жадының қызметі. Жедел жадының қызметі дегеніміз сұрап отырған RAM-ның қызметі деректерді уақытша сақтау болады. Басқа варианттар келмейді, қарап тұрсаңыздар. Келесі сұрақ көп қолданысқа ие операциялық жүйе. Енді бұл жерде қарап отырсаңыздар, Б және С варианттары мүлдем келмейді, операциялық жүйе болып табылмайды. Өйткені бізде Unix пенен Windows қана қалады. Көп қолданысқа ие, яғни жеке компьютерлерде қолданады, ол Windows, Windows деп белгілеуге болады. Үлкен қуатпен өнімділікті қажет етпейтін міндеттерді шешуге арналған компьютер. Үлкен қуатпен өнімділікті қажет етпейтін компьютер бар, әрине үйге арналған қарапайым компьютер бар. Осы вариантты қолдануға вариант дұрыс болады. Келесі жүйелі блоктың негізгі конфигурациясына кіретін ішкі құрылғылар. Мұндай сұрақтарға қарағанда, қараңыздар, жүйелік блок деген құрылғы, соған кіретін
ішкі құрылғылар деп тұр. Сонда жүйелік блоктың ішіне не кіреді соны іздеп тауып алуымыз қажет. Принтер деген бірінші вариантты қоймаймыз, ол жүйелік блоктың ішіне кірмейді. Екінші, аналог тақша, процессор, жедел жады, қатқыл диск, карта, қуат көзі. Осы вариантты біз дұрыстап белгілейміз деп, қалған жерлерде қарап тұрсаңыздар, принтер ол сыртқы құрылғы, монитор да сыртқы құрылғы болып есептеледі. Келесі, қолдану мерзімі шектеулі, тек ақылы тіркелгеннен кейін ғана шектеулер алынатын программалық жабдық. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, егер сұрақты мұқият оқитын болсаңыздар, сұрақтың ішінде өзі жауап тұрады. Көп жағдайда солай, теориялық сұрақтарда. Шектеулі тек ақылы, яғни шектеулі тегін. Осы вариантты дұрыс деп айтуға болады. Домендік атауы жазылған қатар, домендік атауы жазылған. Мына жерде жай ғана ағылшын тілінде бір сөз жазылған, с мен д дыбыс басқа адрестің түрін көп түрінде, мына жерде IP адрес болса, мына жерде IP адрес дұрыс жазылмаған. Сондықтан біз бұны белгілейміз. Домендік адрес бірден білуге болады. Келесі формулаға қойылатын мән, қарап отырсаңыздар, бұл жерде не істейміз? Формулаға қарайтын болсақ, b көбейту a деп тұр. Мына екі шаманы көбейтеміз және a терістелген бұл шаманы, үшінші шаманы қосамыз. Сол кезде не шығады? Бір мен бірді көбейтіп, өтсек бір шығады және нөлді қоссақ бір. Бір мен нөлді көбейтетін болсақ нөл, оған нөлді қоссақ нөл шығады. 0 мен 1 0, 0-ге 1-ді қоссақ 1 шығады, және 0-ге 1-ді қайтадан қосатын болсақ 1 шығады. Сонымен осындай жауап, д деген вариант тұр, осы жауапты дұрыс деп белгілейміз. Келесі, кестеде бірінші кілт бола алатын өрістер. Бірінші кілт дегеніміз ол первичный ключ, және ол әрбір жазбаны идентификация жасау үшін қолданылады, для уникальности. Егер солай болатын болса, бізде для уникальности можем брать турист коды және телефон номері. Қалған туған күн, есім, қала ол қайталануы мүмкін деректер болып табылады. Сондықтан осы вариантты іздейміз. Мына жерде турист коды және телефон номері бірінші вариант болып табылады. Келесі, көп қабатты ғимараттың әр қабатында жеке тораптарды байланыстыратын бір торап болады, мұндай желілік байланысу тәсілі. Енді бұл сұрақтың жауабын білу үшін біз не істейміз? Жай ғана осы тораптарды салып бір-біріне байланыстырып көрсек болады. Мысалы, мынау бір қабаттағы тораптар бір торапқа байланысты деке, бір қабаттағы. Мынау келесі қабаттағы нелер тораптар. Торап дегеніміз узел. Және осы тораптарды бір-бірімен байланыстыратын ортақ торап болады. Ортақ торап дегеніміз мынандай тағы да бір торап болсын. Бұл неге ұқсайды? Бұл иерархиялық системаға ұқсайды, сондықтан иерархиялық деп белгілеуге болады. Жұлдызға ұқсамайды, сақинаға ұқсамайды, шинаға да ұқсамайды. Келесі, үлкен көлемдегі мәліметтерді аз ғана уақытта жеткізу мүмкіндігі. Бұл желінің өнімділігі деп аталады. Бұл терминнің анықтамасын қарап жаттап алсаңыздар болады. Келесі, мынандай хат бар екен, электрондық поштаңызға белгісіз адрестен батарея ойыннан жеп көтуттің деген хат келді. Ұсынысты алу үшін құжаттарыңды растау қажеттілігін талап етеді. Осы әрекет түрін анықтайды. Енді белгісіз адрестен келетін болса, бұл жалпы мұндай хаттар фишинг деп аталады. Интернеттік алаяқтыққа жатады, сондықтан интернет арқылы жасалған алаяқтық деп үшінші вариантты белгілесек болады. Келесі сұрағымыз HTML тіліндегі тегтер CSS кодының қай стилінде ұсынылған? Сіздер білесіздер, CSS-тің үш түрлі стилі болады. Сыртқы, ішкі және кірістірілген.
сыртқы ішкі болғанда енді мен тікелей аударып отырмын. Академиялық тұрғыдан ол ендірілген және кірістірілген деген варианттар болуы мүмкін. Жалпы дұрыс варианты кірістірілген стиль болып табылады. Inline, да, external, internal деп үш түрге бөлінеді. Келесі процессордың ішкі жадысы. Бұл компьютердің емес, процессордың. Мына жерде кілттік сөзге назар аударуға кеңес беремін. Регистрлар, процессордың өзінде тұратын өте сверхбыстрый, өте жылдам жадының түрі регистр деп аталады. Енді мына жерде кэш жады да болуы мүмкін, осындай вариант, бірақ бұл жерде кэш жадының үш түрі болатынын, level 1, level 2, level 3, level 2 мен level 3 ол процессордың өзінде орналаспауы мүмкін, орналаспайды. Ол аналық тақшада орналасады. Сондықтан мына жерде жалпы кэш жады туралы айтылып тұр. Сондықтан оны біз процессордың ішкі жадына жатқыза алмаймыз. Келесі берілген диаграмманың ерекшеленген нұсқасын көрсету іс-әрекеті дейді. Ерекшеленген нұсқасын көрсету іс-әрекеті. Осы жерде мен сіздерге кеңес беремін, видеоны тоқтатып қойып, ерінбей Excel-ді бағдарламасын ашып қарауға. Excel бағдарламасын ашқан кезде мына жерде бір үш кішкентай кнопка тұрады. Мына жерде фильтр, ең соңында фильтр тұрады. Мына жерде белгілі бір инструменттер тұрады. Сол фильтрді ашатын болса, диаграмманың фильтрі тінтілер негіздерінен төрт информатика санатына апару дейді. Бізге нені санатын таңдау керек? Мына жерде төрт информатика санатын таңдау керек. Ерекшеленген нұсқасын көрсету іс-әрекеті. Осы төртінші Д варианты дұрыс болады. Келесі заттар интернетін іске асыру мәселесінің бірі ол дұрыс жұмыс істеу үшін тіпті жеке алынған бөлме шеңберінде де барлық қосылған аспаптардың қоректенуі үздіксіз болу үшін қажетті. Бұл жерде енді кілттік сөзге қарайтын болсақ, қоректену, ол үздіксіз болу қажет екен. Ол үшін негізгі, арзан және сенімді энергия көздері болу қажет. Осы бірінші вариантын етеміз. Дұрыс деп есептейміз. Қалған варианттарда ондай именно қоректенуге байланысты ештеңе жоқ. Қарап отырсаңыздар, көп сұрақтардың жауап өзі жасырылып тұрады. Егер сұрақты дұрыс оқысақ, жауапты оңай әрі тез табуға болады. Google қосымшаларынан Дарын мен Санжарға 2022 жылғы қр мерекелері тақырыбы бойынша мерекелік күндерді белгілеу жүктелді, пайдаланылған онлайн кеңсе түрлері. Мысалы, мерекелік күндерді белгілеу қандай, не арқылы жүзеге асуы мүмкін? Google күнтізбе. Келесі, реляциялық деректер қорындағы кестенің негізгі қасиеттерінің бірі. Реляциялық деректер қорындағы кестенің негізгі қасиеттерінің бірі. Қараймыз, мұқият, бір бағанның барлық мәндері бір дерек типіне жатады. Бір бағанның барлық мәндері бір дерек типіне жатады. Дұрыс. Кесте бағандардың орналасу тәртібі қатаң маңызды дейді, ол маңызды емес. Кестедегі жолдар реті жуық. Кесте ішіндегі әрбір бағана бірнеше рет қайталанып, мүлдем дұрыс емес нәрсе. Сондықтан біз А вариантын қалдырамыз. Келесі, Excel-де ешықтарға енгізілмейтін деректер типі. Деректер типі, Excel-де қандай деректер типтері енгізілмейтін? Ақшалай деген денежный бар, финансовый деген бар, экспоненциальный деген деректер типі бар, сондықтан экономический деген деректер типі жоқ. Ол қандай деректер типі болуы мүмкін? Бірінші вариант дұрыс. Электрондық кестеде B9 ұяшығында ашылмалы тізім ұйымдастыру үшін белгіленуі қажет ұяшықтар деп базоны. Енді B9-да бізде не тұр? Астана дейді, Алматы, Шымкент, Тараз деген қалалар тұр. Значит, осы қалалар орналасқан ұяшықтарды іздейміз. Ол ұяшықтар бізде B1, C1, D1, E1,
F1 G1 деп орналасқан, яғни диапазондық анықтайтын болсақ B1-ден G1-ге дейін. Значит, екінші вариант дұрыс болады, бұл вариант. Келесі SQL тілінде like синтаксисі келесідегі дейді. Expression, like, pattern. Pattern үлесі қамтитын символдар. Жалпы бұл жерде like запросымен жұмыс жасаған кезде біз либо процентті аламыз, либо жұлдызшаны аламыз, е? Жұлдызшаның процент, D вариантында тұр екен. Және кейбір оқулықтарға сүйенетін болсақ, оқулықтарда мынандай тік жақша бар деп есептейді. Дегенмен марк схемаға қарайтын болсақ, осы бұл варианты дұрыс дейді, дегенмен жұлдызшамен процент. Мына жерде мына сұрақтың негізі апелляцияға беру керек. Сұрақ жұлдызша болу керек, не болмаса процент белгісі болу керек. Келесі. Excel кестесінде мына вершықтарға сандар жазылған дейді. A1, A2, B1, B2, С1-ге 350 вершығына. Енді мына формула жазылған, есептеу нәтижесі дейміз. Енді кестені визуалды түрде елестететін болса, бұл жерде бізде A1 деген кесте бар, А жақтан 1, А2, мен не жазып отырмын, адан кейін Б ғой. А1, мына жерде 3 деген тұр, мына жерде 3 деген не тұр, Б1-де 50 тұр, и Б2-де 100 тұр. Сонымен С1-де, мына жерде сілеген келесі яшықта 350 тұр. 350. Минимум дейді А1, Б2. А1 мен Б2 осы 4 недегі минимумды тауыпсақ, ол бізде 3 минимум дейміз 3 болады. 3-ке қосамын С1 яшығының мәні 353 болады сол кезде. Құжаттың арнайы тақырыбы орналасатын HTML құжатының құрылымын белгілеу тегі. Құжаттың тақырыбы енді Python белгілесек болады. Title дегеніміз. Ең түсінде тақырыбы тұратын жер. Келесі, енді бұл 26-шы сұрақтан бастап бізде сценарийге арналған сұрақтар. Келесі сұрағымыз ол белгілі бір сценарийде жасалған сұрақтар легі. Бұл жерде сценарийді оқып, уақыт құртпауға кеңес беремін. Бірден сұрақты оқу керек, одан кейін, егер де сұраққа қажетті ақпарат осы текстің ішінде, немесе кодтың ішінде болса ғана, кодқа осы текстке назар аударуға кеңес беремін. Мысалы, бір нұсқаулығының қызметі. Оны, мысалы, тексті оқымай-ақ жауап беруге болады бұл сұраққа, Бір нұсқаулығының қызметі әнді енгізу, нәтижені шығару, программаны орындау, цикл жұмысын тоқтату. Д варианты болады. Дұрыс, цикл жұмысын тоқтату. Келесі К10 М% командасы жолы орындалғанда. Жалпы бөлудің екі түрі бар, қалдықпен бөлу, қалдықсыз бөлу. Процент дегеніміз сол қалдықпен бөлгендегі қалдықты көрсететін шама көрсететін шама. Енді мына жерде санның 10-ға бөлгендегі қалдығы анықталады. Мына жерде 10 деген санды көріп тұрсыздар. Осы А варианты дұрыс болады. Дәрежелеу дегенге келмейді, оның өзі несі бар, пол деген санның мәні шығарылады еді, қандай мәні екенін мына жерде белгілі жоқ. Нәтижені экранға шығарады деп принт деген команда жоқ, сондықтан бірінші вариантты таңдаймыз.
Келесі Elze командасының қызметі нәтижені шығару, программаны орындау, циклда басқару нұсқаулығы, цикл жұмысын тоқтату. Енді басқару үшін қолданылады, циклды басқару нұсқаулығы деп белгілейміз. Келесі M-нің мәні 4567-ге тең болғанда, орын оқушылар программасының жауабы деді. Енді бұл жерде M-нің мәні мынаған тең болған кезде не болатынын анықтау үшін біз кодқа қарауымыз керек. Толығымен бұл жерде қараймыз. M тең болады input дейді, while M тең болмағанша да К M соңғы санды біз M-ді 10-ға қалдықпен бөлеміз. К меньше, чем 7. Break. Мына жерде break екен. Қарасаңыздар, 4567 барлық сандар К-дан кіші болып тұрады. Сондықтан бұл жерде экранға еш нәрсе шықпайды. Экранға, то есть прint жоқ деген нәрсе, мысалы, негізі жоқ деген нәрсе шығу керек қой. Мына жерде егерде сценарийді оқып шықсаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Жоқ деген шықпайды екен, біз break принтсіз сразу тоқтап тастадық циклды. Сондықтан бірінші вариант дұрыс болады. Программаны дұрыс жұмыс жасау үшін қосылуы қажет оператор. Қосылуы қажет оператор. Енді бұл жерде мысалы мықты сан болса, онда я деген, әйтпесе жоқ деген жауаптарды экранға шығару керек. Значит, мына жерде егер 7-ден кіші болса, 7-ден үлкен болса, онда жоқ деген жауап шығу керек. И мына жерде біз брейктің алдына, брейк болмай орталмай тұрып, оның алдына біз шығаруымыз керек, жоқ деген жауап. Мына жерде жоқ деген өзі жалғыз жауап, осы жауап дұрыс болады. Келесі сәйкестендіру сұрақтары қарап отырсаңыздар, компьютер конфигурациялар және анықтамалар арасында дұрыс сәйкестікті анықтаңдар. А деген ең аз уақыт үзілісінен аттап өтетін деректерді барынша тез өңдеуге мүмкіндік береді. Енді деректерді барынша тез өңдеу үшін бізде теңгерілген конфигурацияны қолданамыз. Келесі Б компьютердің функционалды құрылғылар жиынтығымен оларға шығатын шығындар арасындағы үйлесімділіктің болуы. Үйлесімділік деген оңтайлы конфигурация. Мысалы, қарап бір жалпы сұрақтың ішінде өзі жауаптар болады. Кілттік сөздерді іздеп тауып алуға болады. Келесі сұрақ, логикалық сызбалар және логикалық өрнектер арасында дұрыс сәйкестікті сақтаңыз. Келесі, енді бұл сұраққа жауап беру үшін былай жасаймыз. Инверсия, жалпы логикалық операциялардың өзінің үш түрі бар. Логикалық көбейту, логикалық қосу. Енді негізгі айырмашылық мына жердегі артындағы екі кіріс сигналының кіретін жеріндегі сызықша байланысты. Мысалы, кіріс сигналын қосуда, кіріс сигналының кіретін жерлері иіліп тұрады, көбейтуде ол тік тұрады. Мына жерде де бізде көбейту. Енді қарасаңыздар, А инверсия көбейту Б. А инверсия көбейту Б. Или мына жерге жазып алады, просто F теңгемізді А инверсия. А инверсия көбейтемін Б-ға, сосын жерде Б инверсия қосу А, Б инверсия қосу А деп отыр. Олардың арасында көбейту керек.
мынаны бір шақшаға алуға болады. Мына өрнекті екінші шақшаға алуға болады. Мына жерде А мен Б тоже А көбейту Б болып тұр. Жай ғана А көбейту Б. Мына жерде де өздеріңіздің бет басыңыздар болады. Көбейту, терістеу, қосу, мынау қайтадан көбейту. А көбейту Б. Сосын қосыған, қарасаңыздар, Б терістелген қосу, Б терістеу. Б терістеу. И осының барлығына қосамын. Көбейтемін. Аны. Осындай өрнектер болу керек екен. Бірінші өрнегіміз ол А терістелген, көбейту Б, көбейту, терістелген Б, А. Қосу А. Міне бірінші вариант. Екінші өрнекте бізде қазір Б қосу, көбейту дейді. Жоқ. Міне теріс Б қосу Б, көбейту А и А көбейту. Мына вариант дұрыс болып есептеледі. Мына жерде жақшаларды алып тастауға да болады. Түсінікті болу үшін сол жақшамен жаздым. Примерно осылай. Орындар ауысқан болуы мүмкін. Ничего страшного. Так, келесі сұрақ бойынша мәтінді туралау тегтерімен қызметі бойынша сәйкестік орнатыңыз. Бұл жерде justify, justify бұл ені бойынша туралау, right бұл оң жақ шеті. Бұл өте оңай сұрақ. Есептеймін. Мына жерде арнайы символдармен олардан HTML-ді жазу бойынша сәйкестікті орнатыңыз. Параграф белгісі, градус белгісі. Негізі осы белгілер белгіленетін арнайы кесте бар. Енді төменгі деңгейдегі сұрақ болып табылғанды, бұл енді жаттауға арналған сұрақ. Негізі бұндай сұрақ болу керек екен деп ойлаймын. Если болмау керек екен. Это спорный момент, конечно. Но егерде кестеден қарайтын болсақ, параграф белгісі, параграфтың спецсимволы set, градустың спецсимволы deck, то есть сектор параграфта, то есть deck, degree, от слова degree, основывается на английских словах. Келесі берілген тізімді шыққан нәтижесі бойынша қолданылған функцияның сәйкестігін табыңыз. Компьютер 22. Например, компьютер, здесь мына жерде сіздер көріп тұрғандай бас әріптермен жазылған, сондықтан print A1, true дегеніміз бұл типті, егерде тексереді, мына сөз тек қана сандардан тұра ма, әлде символдардан тұра ма. Енді мына А вариантына қарайтын болсақ, бұл негізінде true емес false деген жауапты беру керек. Неге? Өйткені бұл жерде тек қана сандар емес, символдар да бар. Бірақ та енді boolean типті бұл is digit. Екінші жауабы. Is digit сандардан тұра ма, сандардан тұрмай ма, соны тексереді. В данном случае, если аны тексеретін болса, онда жауабы false болып шығу керек болған. Реляциондық деректер қорындағы кестенің негізгі қасиеттері. Бұл жерде негізгі қасиеттер кестедегі жолдар ретінде орналасуы анықталған, әрбір бағаның аты кесте ішінде қайталанады. Бұл жерде бір немесе бірнеше жауап дұрыс тапсырмалар. Әр кесте объектінің бір класын сипаттайды. Осы кесте екі бірдей жолдар реті болмайды, дұрыс. Кестедегі бағандардың орналасу тәртібі маңызды дейді. Жолдар ретінің лайнталмаған.
арбағанның аты кесте ішінде пайдаланылады, кестенің жоғалу бетін анықтау. Осы екі вариантты дұрыс деп белгілейміз. Келесі 419 дейді, ондық жүйеде дейді, және 8-дік және 16-дық жүйеде ауыстырғандағы нәтижелер. Енді біз оны білесіздер, 419-ды бір енді санау жүйесінен екінші санау жүйесіне ауыстыру үшін, ондық санау жүйесіне, например, қандай санау жүйесіне ауыстыруымыз керек, соған бөлеміз, бөлеміз де қалдығын анықтаймыз. Қалған қалдықтарды керісінше жазып шықсақ, осы не шығады. Енді 419, 41, 5, 5 болса 40 болады, жерде 19, 19-да 2, бұл 16, 60-даймыз, сонымен 3 қалдық қалады, кеттік келесі 52-ні бөлеміз 8-ге, 52-ні 8-ге бөлсек, қанша шығады? 52-ні бөлеміз 8-ге, 6 қалады, 6 көбейту 40, 8, 4. Сонымен бізде 6 қалдық қалды, 4 қалдық қалды, 3 қалдық қалды. Мен мына жақтан былай қаратай жазамыз. 6 бірінші жазылады, 4 бірінші, 3 бірінші. 643 8-дік жүйеде осындай болатынын таптық, Енді 16-лық жүйеде қалай болатынын табайық. Тура осы жолмен 419-ды бөлеміз 16-ға. 16-ға бөлеміз және қалдықтарын табамыз, 419-ды 16-ға бөлсек, қанша болады? Жүз 19-ды бөлетін болсақ, 26-дан келеді, мына жерде. 416 азайтамыз, бізде мына жерде 3 қалдық қалады. 26-ны 16-ға бөлсек, біреу, біреу 16, и мына жерде бізде 10 қалдық қалады. Бірді біз 16-ға қалдықсыз бөле алмаймыз, сондықтан осы жерде тоқтаймыз, и және теріп жазамыз қалдықтарды. 1, 10, 3. 10 дегеніміз енді 16-лық санау жүйесінде деген әріппен белгіленеді. 1, 3. Не деген әріп. Осындай жауаптарды белгілейміз. Деректер қорын жобалаудың негізгі кезеңдері. Әрине, ең алдымен кестелер құрылымын анықтау керек. Объектілер, жазбалар байланысы дейді, кілттік жазба дейді, кілттік өрісті анықтауымыз қажет, және жалпы барлық кілттік емес өрістерді де анықтауымыз қажет. Сондықтан осы 3 вариантты дұрыс деп белгілеуімізге әбден болады. Келесі, бір немесе және логикалық элементінің сызбасы, және деген логикалық көбейту. Логикалық көбейту ол бізде міне бірінші схема бойынша логикалық терістеу, логикалық көбейту. Өзі қарап тұрсаңыздар, мына жерде жауаптың өзінде подсказка бар, амперсант белгісі тұр. Келесі, мына жерде көбейту, бірақ та жауапта подсказка көбейту және терістеу деп тұр, сондықтан бұны шатасып алмаңыздар. Мынау қосу. Сондықтан екі вариантты біз белгіледік. Келесі сұрақ, веб-беттегі әртүрлі бетті бірдей стильдермен рәсімдейтін тегтер. Шыны керек, мен бұл сұрақты өзім түсінбедім. Бұл сұрақтың дұрыс жауабы марк схема бойынша, бұл жерде сұрақтың формулировкасы дұрыс емес, мүмкін орыс тілінен, болмаса ағылшын тілінен тікелей аударған болу керек. Және кодтың өзінде де біраз қателіктер бар. Мына жерде қарасаңыздар, код нетпеген, дұрыс
анықталмаған бэкграунд колор дейді. Жақсы. Енді стиль бұнда қолданған P-ге қолданған. Және U дегеніміз тоже стильге қолдану үшін қолданатын тег. B дегеніміз B бар еще. B бірақ та біз мына жерде вариантта жоқ екен, стильге арналған. Сонда қарап тұрсаңыздар, енді body HTML қалған тегтердің барлығы стильсіз стиль қолданылмаған. Наверное, бұл жерде стильдер рәсімделген деген бекен, рәсімделген тегтер деген сұрақ болуы мүмкін. Енді марк схема бойынша бұл жерде параграф және D және F варианттары дұрыс деген берілген. Жалпы бұл сұрақты апелляцияға беру керек сұрақтардың бірі. Осымен біздің обзор аяқталды. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменге комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Біз тағы да талқылауға дайынбыз.